Әлеуметтік осал топтағы азаматтарға, аз қамтылғандарға, мүгедектерге, зейнеткерлерге, басқа да азаматтарға, жағдай төмен отбасыларға мынау медициналық маскалар бөлу бұл шешім қабылданған болатын. Жалпы 5 миллион маска келді. Оның 2 миллионнан Алматы мен Нұр-Сұлтан қаласына, 1 миллион Шымкент қаласына бөлінді. Бүгін міне біз Нұр-Сұлтан қаласы бойынша осы іс-шараны бастап отырмыз. Бүгіннен бастап таратыла бастайды. Жалпы 40 мыңнан аса отбасы қамтылатын болады. Әр отбасыға мына өздеріңіз міне көріп отқандай арнайы қорапта 50 данадан салынған медициналық маска таратылатын болады, тегін түрде. Когда вот они тебе говорят спасибо, и это вот как-то побуждает еще больше как бы помогать, участвовать в этом. Где-то продуктовые корзины, где-то вот хлеб развозишь, где-то мы развозим маски, медикаменты.